Бұл тренажер арқылы оқушылар әртүрлі энергия қоры бар электрондар атомдарда қалай орналасады меңгеруге көмектеседі. Әр элементтің электрондық формуласын құрастыру үшін оның таңбасын басайық. Бірінші сутектің таңбасын басайық. Сутектің реттік нөмірі 1. Сонымен электрондық саны 1-ге тең болады. Яғни сендер білесіңдер, элементтің реттік нөмірі электрондардың санына тең болады. Бұл элементтердің реттік нөмірінің физикалық мәні. Энергетикалық деңгейдің нөмірі. Атомдағы энергиясы мәні өзара жақын электрондар энергетикалық деңгейлер түседі. Значит, бірінші энергетикалық деңгейде деңгейшелердің типі қандай болады? 4 типі: S деңгейші, P, D және F. Әр деңгей S деңгейшеден басталады. Сонымен біз сутек элементтің электрондық формуласын жаздық. 1s1. Екінші элемент бізде гелий. Гелийдің реттік нөмірі 2. Энергетикалық деңгей саны нөмірі сутек сияқты 1. Деңгейшінің типі S. Электрондардың саны 2. Сонымен гелийдің электрондық формуласы 1s2. S электрондардың максимал саны 2 электрондар болады. Келесі элемент бізде литий. Литийдің реттік нөмірі 3. Бұл жерде гелиймен және сутекпен салыстырғанда бұл жерде уже 2 энергетикалық деңгей болады. Бірінші энергетикалық деңгейде гелий сияқты 1s 2 болады. Енді екінші энергетикалық деңгейде әр деңгей бізде S деңгейшеден басталады. Қате 2 электрон болады. Литийде 3. Сонымен 1 электрон S деңгейшеде бізде орналасады. Сонымен литийдің электрондық формула 1s2, 2s1. Литий, бериллий, бор, көміртек, азот, оттек, фтор, неон екінші деңгейде орналасқан. Сондықтан оларда 2 энергетикалық деңгей болады. Келесі элемент бериллий. Бірінші энергетикалық деңгейде S деңгейшеде 2 электрон орналасады. Екінші деңгейде S деңгейші болады. S деңгейшеде 2 электрон орналасады. Сонымен бериллийдің электрондық формуласы 1s2, 2s2. Енді бордан бастап бізде екінші деңгейде P деңгейші пайда болады. Бордың реттік нөмірі 5.
elektronlik formulası ısınday 1s 2 bir yaptı 2 s 2 yine ateşir ikinci energetikalık dengeydi bizde S'imiz P dengeyşi buladı. P dengeyşi onun sonu var. Söylemin bir elektronlardı. İki energetikalı dengeydi. Ornalaştırdık. Söylemin buradan elektronlik formulası 1s2, 2s2, 2p var. Maksimum sonu P elektronları siyahın 6 elektron. Söylemin optikti karayık. Optiktin hittik numara 8. Bir S 2 elektronlik formulası yazıyoruz. 2 S 2 haytadan bir elinin elektronlik formulası yazdık. Şimdi ikinci energetikal dengeydi. P dengeyşiydi. Tak. Yeşil elektron. Bizde 4 elektron. Vallahi sonra ben optik atomdan elektronlik formulası 1s2, 2s2, 2p4 sonra element şu periyotta neon bizde onun elektronlik formulası 1 S 2 2 S 2 2 P 6 sonra ben P dengeyşi bizde doldu. 6 elektron oldu. Şimdi üçüncü periyotta üçüncü periyotta 3 dengey boladı. Her elementte 3 dengey boladı. Natri'nin 11 elementte elektronlik formulası yazık. 1 S 2 2 S 2 tak 2 P 6 sonra ben neondan elektronik formulası yazdık. Şimdi ay yok. Уже bizde üçüncü energetikal dengey pastaladı. R dengey S dengeyçileri pastaladı. S 1 S buna önce 10 11'den 10'a bakınca 1 elektron kaldı.
Sonra ben bir elektronik formülasını atayım. Bir S2, YK S2, YKP6, 3S bir magneden 3S2. Sonra alüminiyden bastap bizde P dengesi doladı. Tak. Alüminiyde 13 elektron var. Bir S YK, tak. YK S YK P 6, tak. Üçüncü dengeyi basalım. S dengesi de YK elektron örneğin yende tak. Üçüncü dengeydi. P dengesi bir elektron. Sonra ben alüminyum atomunun elektronda forması 1 S2, YK S2, YKP6, 3 S2, 3 P1. Sonra ben P1, kremliyle P2, 3 P4, P5, P3, P4, P5, P6. Sonra ben argon elementin elektronda forması osunda болады kırık. Bir S YK S YK P Hit bastım. Hatice yıkıp 6 maksimum elektrondan dengesi, P dengesi de 6 elektron ziyad. Şu S dengesi de 7 elektron. Üçüncü dengesi P elektron 6. Sonra ben argonun elektronda forması osunda 1 S2, YK S2, YKP6, 3 S2, 3 P6 deyip osunda yazıladı.